Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге мен Жайна. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін достар біз осындай пеште дайындалатын пицца дайындайтын боламыз. Барлық құрамдары описанияда болады. Менімен бірге болыңыздар. Пиццаға керектілер: 1 жұмыртқа, тұз, ас содасы, сүт, уксус және де ұн. Мен осындай тереңдеу бір ыдыс алдым. Енді қазір біз осыған қамырымызды дайындайтын боламыз. Ең алдымен осы ыдысымызға біздің жұмыртқамызды жарып, оны венчикпен араластырып аламыз. Одан кейін оның үстіне сүт құямыз. Бұларды да жақсылап араластырып, және де үстіне тұз саламыз. Енді сұйық май құямыз, яғни күнбағыс майы. Одан кейін ас содасын салатын боламыз. 9%-ке дейін уксусты құямыз. Мен уксусты онша көп құймадым. Осындай ас қасықпен кішкене салдым. Мінеке қараңыздар, бізде сода менен уксус араласқанда осындай реакция жүру керек, яғни біздің тестіміздің бетінде осындай көпіршіктер пайда болу керек. Одан кейін біз барлығын жақсылап араластырып аламыз. Осындай весиді алып, оның үстіне біз ыдысымызды қоямыз. Және де оның үстіне біз ұнымызды салатын боламыз. Яғни бізде ұнымыз 400 грамм болу керек. Мінеке менде қамыр пайда болып келе жатыр. Мен кішкене ұн салып, қамыр болғанға дейін илейтін боламын. Осылайына үстелдің үстіне қойып, илеп, жақсылап біз қамырымызды илейміз. Мінеке достар, менде осындай қамыр пайда болды. Енді мен осы қамырдың үстін пищевой пленкамен орап, тоңазытқышқа шамамен 1-1,5 сағатқа қойып қоямын. Енді біз пиццамыздың начинкасын дайындайтын боламыз. Мен колбасаны, яғни шұжықты осындай мөлшерде алдым. Егер де жетпей қалса, тағы да аламын. Одан кейін мен осы шұжықты кубиктап турап, ал осы помидорды, яғни қызанақты болса, осындайынан үлкен-үлкен таяқшаларға бөліп турадым. Енді біз сырымызды үкіштен өткізетін боламыз. Мен сырды үкіштің осындай үлкен жағынан өткіздім. Енді осындай бір ыдысқа біз қазір пиццамыздың соусын дайындайтын боламыз. Ол үшін 2 ас қасық майонезбен кетчупты араластырамыз. Біз араластырған кезде осындай өте керемет түс шығу керек. Енді біз пиццамыздың қамырын жаятын боламыз. Осындай тақташаға ұн салып алып, одан кейін қамырымызды осылай қолмен басып аламыз. Енді оқтауменен жаятын боламыз. Видеода көрсетілгендей етіп жайсаңыздар болады. Өздеріңіздің табаларыңыздың диаметріне байланысты жаясыздар. Енді біз осы қамырымыздың үстіне соусымызды жағамыз. Мен осылайынан табаға менің қамырымды осылайынан түзеп алдым. Енді біз осы жағылған соустың үстіне қызанақ және де шұжықтарымызды салып шығамыз. Енді одан кейін оның үстіне біз жаңағы күштен өткізілген сырымызды саламыз. Дайын болған пиццамызды 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Мінеке достар, бізде осындай өте дәмді әрі жұмсақ пісіп шықты. Өте керемет. Ең бастысы жұмсақ. Менде бұл пицца шамамен 30 минутта пісіп болды. Достар, егер де бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментария жазып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Және де қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар, себебі менің арнамда жаңа видео шыққан кезде сіздер ең бірінші болып көре аласыздар. Және де описаниядағы менің инстаграмыма тіркеліп кетіңіздер. Ол жақта да мен осындай өте керемет тағамдардың суреттерін және де құрамдарын салатын боламын. Сау болыңыздар.